Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері? Бүгін сіздермен баклажанмен жеңіл салат жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, комментарий жазып отырыңыздар. Сонымен бізге керегі қызанақ, қияр, баклажан, көкпияз, укроп, сарымсақ, ащы бұрыш, күнжіт, брынза керек бұл жерде. Бірінші баклажанымызды ірілеп етіп турап, тұз сеуіп, 20 минутқа суға салып қоямыз, ашысы кету үшін. Содан кейін суын құрғатып алып, майға қуыратын боламыз. Тым көп майдың керегі жоқ, осылай шағын майға қуырып алатын боламыз. Міне біздің баклажан дайын болды. Енді қияр, қызанағымызды турай береміз. Қиярымызды, қызанағымызды ірілеу етіп, үшбұрыштап турадым. Бұл жерде енді біз көкпиязымызды, укропымызды, ащы бұрышымызды турадық. Брынзаны майдалау етіп, төртбұрышты етіп турадым. Енді біз туралған қияр мен қызанақтың үстіне баклажанымызды салдық. Кішкене тұз септім, сосын ақ перец, белый перец деген соны септім, спецті. Бұл жерде май құймадым, өйткені баклажан майға қуырғаннан кейін май қолданбадым. Енді осылар жақсылап араластырып, ыдысымызға саламыз. Сарымсағымызды өткізіп саламыз. Міне енді ыдысымызға салып, үстіне брынзамыз бен күнжітімізді себетін боламыз. Айтуды ұмытып кетіппін, мен бальзамический соуспенен әрледім, әрі бұған дәм береді. Міне салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп отырыңыздар.